медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплиту за Юлей, амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги. Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Пусть их разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал. Заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти 4 стиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл.
Мектеп түлектері. Бүгін жүректерге сағыныш ұялтқан балалықпен қоштасу күні. 25 мамыр Соң қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Жанары үмітке, жүрегі сағынышқа толы бозбала мен бойжеткендер алтын ұясымен қоштасқалы тұр. Олар бала арманын арқалап келген. Олар болашаққа сеніммен қадам басқалы тұрған бүгінгі күннің батырлары. Бұл кеш тек бір қоштасу емес, бұл жүрек түбінде мәңгі сақталатын естелік. Ұстаздың мейірімі, анадай қамқор, сынып жетекшісінің ақылы, қоңырау үнімен тақтадағы бор иісі, бәрі де мәңгі жүректе қалатын қымбатты сәттер. Ендеше арманы асқақ, жолдары жарқын, үміттері биік. Біздің алтын ұя мектебіміздің мақтаныштары 11-ші сынып түлектері мен сынып жетекшілерін қошамет пен жүректен шыққан ыстық ықыласпен сахна төріне шақырамыз. Шегенова
өмірін артқа қалдырып, өмірге қадам басқалы сол түлектер бүгін мектептің есігін ашып, ұстаздармен, достарымен қайта жүздесуге келді. Осыған орай 20 жылдық мерейтойына келген түлектерді сахнаға шақырамыз. Акимова Фатима, Акимов Хусен, Ашурова Алимжан, Аштаев Ержимали, Байғозиев Берік, Байсанов Бақыт, Байзақов Самат, Исенова Балжан, Бекболатова Эльвира, Бекболатов Руслан, Махатова, рестің ресми ашылу салтанаты үшін жылы лебізін арнау мақсатында мектебіміздің директоры Балзия Азимбаеваға сөз кезегін береміз. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, ата-аналар, және бүгінгі күнде осы салтанатты кешке қатысып отырған, бұдан 20 жыл алдын осы мектеп қабырғасы бітірген бітіруші түлектерге бүгінгі 2024-25 оқу жылының аяқталуы және сонымен бірге соңғы қоңырау кешіне арналған салтанатты линейканы ашық деп жариялаймын.
Білім ордасының мерекесі тек бір мектептің емес. Ауданнан келген Юсупова Гөзал апайға сөз кезегін береміз. Assalomu alaykum aziz ustozlar va o'quvchilar. Bugungi bayramiy taqdirlash bilan tabriklayman. Sizlarga omad tilayman. Kelgusida hammanglar yaxshi kasb egasi bo'lishingizni so'rayman. Құрметті ұстаздар, құрметті міне бүгінгі салтанатты линейкамызға келіп отырған қонақтар, бітіруші түлектер, барлықтарымызды бүгінгі мереке күнімен шын жүректен мектеп әкімшілігі атынан құттықтаймын. Барлықтарына мықты денсаулық. Мына түлектерге айтатыным, 20 жыл алды бітірген. Дендеріңіз сау болсын. Барлықтарыңды көргенімізге өте қуаныштымыз. Әрқашанда аспанымыз ашық болсын, әлемізде тыныштық болсын. Осылай мектепте әр жылы 20 жылдық болсын, 30 жылдық болсын, бәрімізге кездесу нәсіп етсін. Дендеріңіз сау болсын. Алдыға бітіруші оқушы сынып оқушы. Мына өзіміздің биылғы бітіруші оқушы сынып оқушыларында құттықтаймын. Алдағы емтихандарды, мемлекеттік емтихандарды 4-5 неге бағамен бітіріп, алға қойған мақсатына жете беруіне тілектеспін. Емтихандарды тек қана 4-5 деген бағамен бітіруіне тілектеспін. Қай жерде жүрсеңдерді аман етсек, өз мамандықтарының иесі болуына ақжол сендерге. Ал мынау қалған оқушыларға айтатыным, 3 ай каникулда жақсылап дем алып, күш, ғайрат пен жаңа оқу жылына келулеріне тілектеспін. Бүгінгі кешімізге қонақ болып келіп отырған қонақтарымызға сөз береміз. Құрметті ата-аналар, оқушылар, оқытушылар, міне бүгін 25 жыл бітіру кешінде отырған екенбіз. Келген мынау бітіріп кеткендерге де қош келіпсіздер. Бітірушілер, әрдайым жолдарың ақ болсын, аспандарың ашық болсын. Құдай қаласа не ниеттісандар ниеттеріңе жете беріңдер. Сендерді әпкелерің, ағаларың сияқты 40 жылдық, 20 жылдықта жүздерің жарық, төрт көздерің түгел, төрт мүшелерің сау болып, үлкен ұл қыз болып, үлкен мамандарда істейтін болып келіп тұруларыңа тілектеспіз. Олар мектеп өмірінің ең кішкентай жұлдыздары, түлектерге қарап, ертең қандай болатынын қиялдайтын балғын балақайлар біздің болашағымыз. Ендеше қошеметпен ортаға 1-ші сынып оқушыларын шақырамыз.
Осы мектеп қабырғасынан тәрбие алған ағалар мен әпкелер енді сенімді ұрпаққа аманат тапсырады. Кішкентай бүлдіршіндерге деген жүрек жарды тілектерін арнау үшін ортаға 11 сынып түлектерін шақырамыз. Құрметті біздің балғын бүлдіршіндер, сүйікті бірінші сынып оқушылары. Бүгін сендер мектеп табалдырығын аттап, білім жолындағы алғашқы қадамдарыңды жасап отырсыңдар. Бұл қадамдарың тек сәттілікке, шаттыққа, жаңа достар мен қызықты сәттерге толы болсын. Әр санды санаған сайын тек биіктен көріңіздер. Ұстаздарыңыздың айтқанын тыңдап, ақтан үмітін ақтайтын озат оқушы болуларыңызға тілектеспіз. Кітаптарыңыз дос, білімдеріңіз қазына, жүректеріңіз әрдайым мейірім мен қуанышқа толы болсын. Алға кішкентай білім алушылар. Олар 4 жыл бойы әліппені танып, санды ұғып, сызуды үйреткен ұстаздан мейірім мен тәртіп алса, бүгін сол жылдарға ризашылығын білдіре сәт, ендігі кезегімізді 4-ші сынып оқушыларына береміз. Бүгінгі ерекше сәтті білімнің алғашқы шамын жағып, әріп танытып, мейірім мен төзімділіктің жарқын үлгісін көрсеткен ардақты жан алғашқы ұстазымызға сөз берейік. Алғашқы ұстаз жүрекке ең жақын есім. Сахна төріне Қондыбаева Ақынагүл апайды шақырамыз.
сәлеметсіздер ме ұстаздар және оқушылар, шәкірттер. Бүгінгі мынау мерекелерін, соңғы қоңыр мерекелерін. Міне бүгін кеше ғана тардай болып келген балапандар бүгін таудай болып алтын ұядан ұшқалы отырған шәкірттерім міне бүгін түлек болып ұшқалы отырсыңдар. Сендерді көріп, балалық шақтарың көз алдымнан кетпейді. Міне бүгін енді ер жетіп отырсыңдар. Шәкірттеріме айтар тілегім, мына алдағы емтихандарды үздік бағаларға бітіріп, жоғары оқу орындарына түсіп, ата-аналарына, шәкірттер, ұстаздарына берген білімдерін ақтайтын дәрежеге жетулеріне тілектеспін. Құс қанатымен аспанға ұшса, адам баласы қыран құстай асқақ арманы болады, биік мақсаты болады. Асқақ армандарың орындала берсін, биік мақсаттарыңа жете беріңдер. Тек сендерге денсаулық тілеймін, өмірлерің ұзақ, дендерің сау болсын. Елімізге, жұртымызға бір Ендігі кезек 11 сынып қыздарының бақыт деген әніне береміз. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол тәрік етіп түндерім, бақыт іздеп азаптанса кімде-кім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақытыңда басқасында білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақытыңда басқасында білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген әр күндерде бір арман, сол арманың шыққан жері құмардан. Ал мен үшін ең бақытты күндерім, бұл өмірде бақыт іздеп жүргенім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақытыңда басқасында білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақытыңда
Бақытсыз ақ бақытты боп жүргенім, бақытыңды басқасында білмеуім, бақытсыз ақ ойлап күлгенім. Ендігі кезегімізді Иманбеков Сапарбек ағайға береміз. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жиынымыздың қонақтары, ұстаздар, оқушылар. Міне бүгін ең бір адам денесі түршіктірілетін күн, өйткені қоштасу күні, әсіресе 11-ші сыныптар үшін. Бүгінгі мерекелерін барлықтарына құтты болсын. Ал енді айтарым, сөзімді мен өлеңменен оқып берсем. Әуелі мынау каникулға шығатын оқушыларға арналады. Бүгінгі қоштасу күн құтты болсын. Саулықтарың жаз бойы мықты болсын. Қыркүйекте оқуға келген кезде ақыл мен ой зерделерің күшті болсын. Енді бітірушілерге әрқашан ашық болсын аспандарың, арайлап ата берсін ақ таңдарың, құтты болсын болашақ азаматтар, жаңа өмірге аттанып жатқандарың. Қобалжу дірілдетіп еріндерді, оятып арман ой сезімдерді, 11 жыл білім алған ақ ордаңмен қимастай қоштасатын кезің келді. Барлығы айтып жатыр тілектерін, лүпіл қағып тұрғандыр жүректерін. Ауылымыздың намысымен арысыңдар, халқымыздың болашақ бағысыңдар. Әбиба Сәкен Мейрамбектей сөзімменен елімізді әлемге танытыңдар. Еске алып жүр мектептегі кездеріңді, ұмытпастан туып өскен жерлеріңді. Ата-анамыз бар үмітін ақтаңдар, нәрестеден бағып қаққан өздеріңді. Абдол бағыттарына, деген армандарына жете беріңдер. Ен уақытта мектебіміздің атын түсірмей, әрдайым жоғарылатып жүріңдер. Оқушыларды ұмытпаңдар, ескеріп жүріңдер, естеп жүріңдер. Оларға алғыстарыңды айтып, жақсы өмір мектебінен өтіп, келешекте жақсы азамат болып жетіле беріңдер. Уақыт зулап өтеді, бірақ мектеппен байланысты естеліктер жүректен кетпейді. Бүгін біз үшін тағы бір ерекше сәт. Осыдан 20 жыл бұрын мектеп бітірген ардақты түлектеріміз алтын ұясына қайта оралып отыр. Ендеше мектеппен қайта қауышқан түлектерге сөз кезегін береміз. Армысыздар, құрметті мектеп ұжымы, ұстаздар мен оқушылар. Бүгін мектебімізде бізге 20 мерейтой. Бұл әрбіріміздің жүрегімізде істі орын алатын, білім мен тәрбие ордасына айналған алтын уақыт. Осы жылдар ішінде көптеген жетістіктерге жетіп, қалай шәкірттің армандарына қол жеткізуге өздерінің көмегін көрсеткен мектебіміздің әрбір мүшесіне зор алғысымызды білдіреміз. 20 жылдық жолда біз көп нәрсені үйреніп, үлкен тәжірибе жинадық. Бұл мектеп тек білім мен тәрбие беріп қана қоймай, әрбір шәкірттің тұлғасын қалыптастырып, армандарға жету жолында жетекші болды. Алдағы уақытта да мектебіміз үлкен жетістіктерге жетіп, білім мен тәрбие саласында тың жетістіктерге жетіп,
журналистер. Барлықтарыңызға мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасыларыңызға амандық, шығармашылық табыстарыңызға толағай табыстарға жете берсін тілектес. Мектебіміздің бүгінгі соңғы қоңырау күні құтты болсын. Рахмет. Абай ағай, сіздерге де үлкен рахмет. Осыншалықты бітірушілер тағы биіктерден көріңдер, жақын құларға түсіңдер, ата-аналарын ақтай біле беріңдер. Сендерді үлкен азамат болып жіберіңдер, қыздар, осы биіктерден көріп. Осы Нагүл апай, үлкен рахмет, артыңыздан озбай жүргеніңіз. Рахмет. Ата-анамызға рахмет. Assalamualaikum. Менің алғашқы мектебім. Бүгін өте қуаныштымын осы жерге келіп, баршамыз қол ашыватыр енді. Ағай, таныдыңыз ба мен? Не деймін, сіздерге үлкен рахмет, дендеріңіз сау болсын, үлкендеріміз аман болсын, кішкентайларымыздың жолдарына берсін, бізге ұқсап жүре берсін. Қарап тұрмын, ешқайсымыз жаман болған жоқпыз, барлығымыз бір ен мамандығы болып отырмыз. Жақсы жүрміз барлығымыз, сіздерге рахмет. Иә, не деймін, аман болыңыздар, сіздерге үлкен рахмет, шексіз рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, оқушылар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Не дейміз, апай ағайларымызға рахмет, осылай ең алды болмасақ та ортасы болып қазір жүрміз. Жақсы, рахмет барлықтарыңызға. Жас түлектерге, үлкен оқу орындарына түсуін тілеймін. Келеміз, сол қобалжып тұрмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, оқушылар, барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге жауапты оқушылар, Сапарбек ағайға рахмет. Келіңіз сол болсын. Ондай талапандарды тәрбиелеуде шаршамаңыздар. Келіңіз сол болсын. Сіздердің арқаларыңыз өсіп жүріңіз. Рахмет барлықтарыңызға. Ұстаз деген жарық деген ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, ұстаз деген білім берген мәңгілік, барлықтарың адам болып жаратылды. Ұстаз сөзін айтып жүрміз аңқылып, одан басқа жүрген кім бар жақын. Ұстаз деген олардың болса қасиетті, басиетті мәңгілік. Құрметті ұстаздар, мерейлі мерекеде дендеріңіз саулық, отбасыларыңызға амандық, әрқашанда жүздеріңізден күлкі арымасын. Сіздерге мың алғыс. Гүлбашын апай, сізге де отдельно сізге үлкен рахмет. Бүлдіршіндерге сәттілік, бітірушілерге келе жатқан алдағы мақсаттарына жете беруіне тілектеспіз. Біздің 20 жылдық мерейтойға осы мектебімізге 89-шы жылдардың атынан арнайы сыйлығымыз бар. 20 Ендігі кезекті бітіруші түлектердің «Менің досым» атты әніне береміз. Менің досым, мен әке шақтаған
менің досым барлығынан жақсы адам менің досым мен әке шақтаған менің досым мен өзіммен мақтанам досымның мен туған тұғырым менің досым барлығынан жақсы адам Кешіміздің сәні мен салтанатты мектебіміздің көркі болған арманға қанат қаққан бітіруші қыздарымызды ортаға шақырамыз. Ендеше қошамет пен бітіруші қыздарымыздың алғашқы түлектік биін тамашалаңыз. Шебері аттанған бізге бақыт бағдар берген аяулы оқытушымызға сөз беретін сәтте желіп кетті. Демек, Алтаева Тойгүл апайға сөз кезегі. Саламатсыздар ма, қонақтар, ата-аналар, оқушылар және менің бітіруші түлектерім. Аспандарың ашық болсын, дендерің сау болсын. Осы алдағы имтиханнан жақсы бағаларға бітіріп, өздерің қалаған жоғары оқу орындарына түсулеріңе тілектеспін. Сендерді қимай тұрмын. Дендерің сау болсын, сендерді жақсы көрем. Сол тек бақыт тілеймін.
жұмысында үздік жетістіктерге жеткен шәкірттерімізге марапат хатын табыстайық. Жақында бізде өте жақсы жетістіктер болды, өте жақсы қуаныштар болды. Солардың ішінде жаңағы біздің 7-ші сынып оқушымыз Алиев Мирабек деген баламыз Иорданияға барып, Азия чемпионы болып келді, 6 медальмен оралды. Әрине бұл жаңағы өзі мектепте жақсы оқиды ол Мирабек. Оқытушыларына рахмет, соған тәрбие берді. Қасымов Нұрланды. Комендова Аякөзі. Мамадалиев Асанды. Мамадалиева Сәулені. Сапарбекова Елнура. Саков Мақсұтты. Саков Бейжанды. Алияна. Жанды. Бұқын болдым. Сонымен бірге енді бірінші оқушылардың ата-аналарын марапаттаймыз. Тагаева Шахризаданың анасы, ата-анасы. Абдусапарова Мейірдің ата-анасы. Темірбеков Нұрмұхамедтің ата-анасы. Жолдасбеков Елнұрдың ата-анасы. Тұрғалиева Мерейдің ата-анасы. Нұрланова Көркемнің ата-анасы. Қалдыбекова Айзеренің ата-анасы. Нұрланов Саянның ата-анасы. Ермаханбетова Әселяның ата-анасы. Райымқұлова Индираның ата-анасы. Бұл ата-аналар мектептің қоғамдық жұмыстарында да актив қатысып, жиналыстарға 100% қатысып, балаларына мектепке көмек бергендері үшін марапат алды. Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар, қадірлі ата-аналар, жанашыр ұстаздар. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекелеріңіз құтты болсын, баршаларыңызға тілектер, алдағы мақсаттарға жете беруге тілектеспін. Оқушыларды марапаттап жатырмыз, ата-аналарды марапаттап жатырмыз. Енді мектепте, осы мектепте жақсы оқытушылар да бар. Оқытушыларды махалла номынан тәшәкүрномамыз бар. Bo'stonliq tuman maktabgacha ta'lim maktab ta'lim bo'limi tasarrufida 9-sonli maktabida o'zining mehnatsevarligi, intiluvchanligi, faolligi va yoshlar bilan ishlashda hamkasblari orasida ajralib turganligi hamda maktabda yosh avlodni tarbiyalashda qo'shgan katta hissasi uchun maktabning Aytbayeva Gulbarsin Aslbekovna Bo'stonliq tumani Pargoz mahallasi yoshlar yetakchisi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday matnda Janzaqova Aliya Jo'ldasbekovna taqdirlanadi. One, two, three.
Kichkina pasit Nurbek. Xuddi shunday matnda To'tayeva Janar Nazarbayevna. Mektemimizning üzdük o'qituvchisi Mashtayeva Darixa apay. Mektemimizning direktor o'rinbosari Umarova Dinar apay. Ағылшын тілі o'qituvchisi Turdialiyev Nurbek. Jonajon Zamir apay. Endi tuman yoshlar agentlik bo'limi rahbari tomonidan ham tashakkurnomalar keltirilgan tuman bo'limidan. O'qib eshitiraman. Mamlakatimizda hurmatli yosh yurtboshimiz rahnamoligida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning orzu intilishlarini ro'yobga chiqarish, munosib ta'lim, tarbiya olishida hamda vatanimiz taraqqiyotiga hissa qo'shadigan barkamol shaxslar bo'lib kamol topishini ta'minlash yo'lida qaror ezgu amallar ishga olmoqda. Tumanimizning yoshlarining bilim, kasb, hunar egallashini, ular uchun munosib ish va turmush sharoitini yaratish, shuningdek bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan 5 tashabbus olimpiadasi kabi yirik loyihalarning mahallalarda targ'ib qilinib, yuqori saviyada o'tkazilib kelinmoqda. Shu munosabat bilan mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan hamkorlikda zamon talabiga mos vatanparvar yoshlarni ulg'aytirishda o'z hissasini qo'shib vatan, el, yurt uchun xizmat qiladigan jonkuyar inson sifatida mehnatingiz uchun sizga Bo'stonliq tumani Yoshlar ishlari agentligi bo'limi tomonidan minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli Aminova Zamira Sherboyevna. Mektepning glavniy o'qituvchisi xuddi shunday matnda mektebimiz direktori Azimbayeva Balziya Turdikulovnani qutlaqlaymiz. Ендігі кезекті түлектеріміздің мұғалімдерге арналған алғыс сөздеріне береміз. Әр ісіңіз өнеге, әр сөзіңіз нәр. Тәртіп пенен бөлімге бастайсыз әр таң, ұйымшыл ұжымды басқарған сіз, ұстаз бенен шәкіртке қамқор болып қалар. Балзия апайға Қосып алып бөліп тауып көбейткен, Шаршы ауданының тауық саны тең екен. Гүлбаршын апай сізге мың алғыс, есеп сөзді бізге талмай үйреткен. Гүлбаршын апайға мен алғаш мектеп есігін ашқанда, күнім болып көрінген аспанда, білім болып игерген аспанда, Бастауыш апайым жас жасында Күнігір апайға Жаңағы табысқа орыс тілін меңгерген, үйретуді жөн көрген Света ұстаз Марқаша Света апайға оқушыға қатаң тәртіп қоятын, сыныбында тәртіпсіздікті жоятын, ұмытпаңыз әкелетін форманы Нұрдин ағай туғыз қоятын. Нұрдин ағайға
Артыңыз бағалы, ат емесіңіз бізге үміт. Зарих апай, Жанар апай, Айкен апай, Балнұр апайларға Тарих деген түп қазығыш тамырым, тамырымды білу менің парызым. Бұл ғылымды аянбай жүріп, үйреткен Гүлахан апай сізге қымбат қарызым. Гүлахан апайға мың алғыс сізге Майрағай. Еңбегіңіз жемісі көп, қуаныш пен сағынықты, денсаулықты бақ тілеп, Майрағайға әр шараңыз мереке, мәні берер, шәкірттерге сын айту шабын бермек. Еңбегіңіз бағалы, еңбегіңіз ерен, сізді жаңалықсым шексіз. Замия апайға мың алғыс! Білім тілін үйреттіңіз, білімменен түреттіңіз, шын жүректен мың алғыс, сізге деген құрметіңіз. Дара апайға мың Қазақ тілім, ана тілім, өз тілім, Мұхтар абай сөйлеген дана тілім. Осы тілдің мұхтарған тілесірін, Али апай біздерге берген әрқашанда білім. Али апайға мың алғыс! Екінші кітапхана жұмыс істеп, ұмтыланы талаптыны, ойлайтыны ылғиды. Кітапхана білім қорын басқарған Жанар апайға мың алғыс! Химияға бар ғұмырын аңыраған, ол білмейтін ешбір элемент қалмаған. Динар апай сізге де ерекше алғыс, химияны ойға тоқып үйретуге талғаған. Динар апайға мың алғыс! Ән мен күйге баулыған аяулы жан, әрбір ноты әр әуен сізден қалған. Сізбен бірге өмірдің жыңын көрдік. Сізге алғыс айтамыз шын жүректен. Ақмарал апайға мың алғыс! Ұстазым екінші анам аялаған, біздерден бар білімін аямаған. Төгіл апай сізге ерекше мың алғыс, таң ертең күнде құшақ жаяр алдан. Төгіл апайға Биология пәнінен білім нәрін сепкен, табиғаттың сырын терең еткен, өсімдік жануар адам әлем барлығын ұғындығын жүреккен сен. Забина апайға мың қиын сәтте демі беріп, жарық жаққа жетелейсіз. Шын көңілінен қолдау беріп, жан дүниені емдейсіз. Мұқадас апайға мың алғыс! Дүниемен танысуға берген талай көмегін, физиканы ең маңызды пәннің бірі дер едім. Оны үйреткен Ұшқын ағай, сіз барды физикамен сусындап мен келемін. Ұшқын ағайға мың алғыс! Мой теacher деп бастаймыз оның әрбір сабағын. Бақылаймыз кейде біраз түйін келген қабағын. Нұрбек ағай сізге арнайы мың алғыс айтып, Нұрбек ағайға мың алғыс! Ұстазы шәкірт бас етін, компьютер барсын қасиетін, бір емес бірнеше істі атқарды. Айдан апайға мың алғыс! Тазалыққа толы бойы әрбір күнім, сіздерге рахмет, ақ жүректің күні. Еңбектеріңіз ерен шын алғысымыз, берсін бақ нұр өмір. Рана, Айза да, Гүлнұр, Ферза мамаларға мың алғыс!
барда қорқпаймыз, аман есен оқимыз, мұңымыз айтамыз. Әлібай Еркін, Бахрин бабаларға. Құжаттарды реттеп сан, тәртіпті де сақтаймыз. Кім келсе де жылы сөзбен жолын анық тапқызасыз. Перизат апайға! Ендігі кезегімізді 20 жылдық 87-лерге береміз. Сынып жетекшісі Қондыбаева Қынагүл апай. Іздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жаңылсың, үстем болсын мерейің, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Туғанда арманыма ұқсатқанмын, үндімді көңіліме қысатқанмын. Есімде әліппені жататқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, білімдерін толадық біз кеудеге, қателіктер болды бізде кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білген көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып сынды көктедім. Қоштасар сәттің алдын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жүргенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып сенде көктедім. Қоштасар сәттің алдын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жүргенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жанымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкенде,
спортқа өте тамаша белсенді қатысқан оқушыларымызды көкірек зрачогымен марапаттағалы отырмыз. Бірінші. Көкірек значогымен Хамитов Саматты марапаттаймыз. Абдуахитов Нурболда. Абдуахитов Нурболда. Алибаева Аружанды. Шералиев Нурболатты. Жумабекова Альбина. Диплом дейді. Екінші дәрежелі. Қуанышбекова Аяжанды марапаттаймыз. Республика шыққан қызымыз бар екен. Парпибекова Индираны марапаттаймыз. Берет. Енді білім кілтін іні қарындастарына табыстау үшін бітіруші түлекті ортаға шақырамыз. Қабыл алушы келесі оқу жылындағы үміт иесі қошеметпен қарсы алайық. Құрметті 10 сынып оқушылары, бүгін сендерге мектеп өмірінің маңызды символы, мектеп өміріндегі білім кілтін табыстаймыз. Бұл кілт тек қана естерді ашатын құрал емес, бұл сендердің жарқын келешектердің болашақтарының кілті. Сендерге айтарымыз, әрдайым оқуға құштар болыңыздар. Ұстаздар мен ата-ананың ақылын тыңдап, мектеп дәстүрін жалғастырып, мектебіміздің абыройын арттыра беріңіздер. Бұл кілт сендерге табыс, ізденіс, биік армандарға апарар жол ашсын. Сеніммен тапсырамыз, аманатқа қиянат жасамаңдар. Сіздердің алдарыңызда өмірдің жаңа парағын ашқалы тұрған бітіруші түлектеріміз, олардың естен кетпес түлектік вальсін тамашалайық.
Ең толқынысты, ең әсерлі сәт келіп жетті. Қазір мектеп өміріндегі соң қоңырау соғылады. Бұл балалық шақпен қоштасудың, үлкен өмірге қадам басудың белгісі. Сахна төріне соң қоңырау соғу құрметіне ие болған 11 сынып бітірушілер түлектерін шақырамыз. Міне бүгін 9-шы мектептен өткізілген соңғы қоңырау кешіне арналған салтанатты линейкамызды, яғни кешімізді жабық деп жариялаймын. Соңғы қоңырау салынды. Аспанға қалықтайтын шарлар мен кептерлер әр түлектің жүрек түкпіріндегі арманы. Ендеше бәріміз бірге ізгі ниетпен көкке ұшырайық. Жолдарың ашық болсын түлектер. Keep
қайтып келмейді уақыт қайтесің сонда мені ойғалап жүрегіме сыйладым сезімді ойланып сағынам сол кезіңді бірақ та қайтып келмейді уақыт түнерім еркін тек қана бақыт
Biz direkt yazar, direkt. Zavri junior suratga chiqshi. Zavri. Die neue Pantene Molecular Bond Repair Wunderhaarcreme. Die ultimative Haarregeneration. 5 Vorteile vereint in einer Formel. Sie nährt, stärkt, repariert Spliss, schützt vor Hitze und macht das Haar weich. Mit Tausenden von Pro-Nutrika, die Millionen von Nährstoffen freisetzen. Das Haar wird bis zu 100% regeneriert. Pantene Pro-V. Жаль, что детство не вернуть обратно. Alam koy, olsun alam koy.
Das offiziell lizenzierte Schmerzgel der UEFA Champions League. Voltaren Schmerzgel Forte hilft bei Rückenschmerzen. Das stärkste Voltaren-Gel aller Zeiten, das Schmerzen gezielt bis zu 12 Stunden lindert. Das ist ja unglaublich! Eindringling! Eindringling!
Үлкен өмірлер өмір аяқталған жолдарынан Қазір барамыз дегенше бір болады. Маңызды таста мен аяққа қазір. Қазір.